Армысыздар достар. Бүгін біз сіздермен духовкада тауықтың еті мен картошка дайындайтын боламыз. Видео басталмас бұрын менің арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз тауығымыздың етін жақсылап жуып, бөліктерге бөліп, ыдысымызға салып аламыз. Оның үстіне бір шай қасық тұзымызды салып, және де дәмдеуіштерімізді, қара бұрышымызды, паприкамызды қосып араластыратын боламыз. Оның үстіне томат пен майонезімізді қосатын боламыз. Енді чесногымызды қосып, соевый соусымызды құйып араластырамыз. Ендігі кезекте 3 ас қасық сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Енді дайын болған тауығымызды бетін жауып, 30 минутқа мариновкаға қойып қоямыз. Енді тауығымыз дайын болғанша картошкамызды бөліктерге бөліп аламыз. Ыдысымыздың астын майлап, картофелімізді салатын боламыз. Оның үстіне енді бір пиязымызды қосып, тұзымызды салып, оның үстіне қара бұрышымызды саламыз. Және паприкамызды салып, сұйық майымызды құятын боламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Ендігі кезекте дайын болған тауықтарымызды салатын боламыз. Бәрін бір тегіс етіп салып алдым. Ендігі кезекте қызып тұрған пешке бетін фольгамен жауып, 190 градуста 1 сағатқа қойып аламыз. Енді 1 сағат өткеннен кейін бетін ашып, 30 минутқа тағы да қойып алатын боламыз. Міне біздің асымыз дайын болды. Сіздерге де жасап көруді ұсынамын. Өте дәмді шыққан. Астарыңыз дәмді болсын. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.